Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз 7 сыныптың бірінші тақырыбы алгебра сабағынан ол натурал көрсеткішті дәреже оқулығымыздың 28-ші бетінде тұр. Осы дәреже ұғымымен таныс боламыз. Ол мынандай, мысалға кез келген бір санды көбейтсек көп рет. Сонда көбейткіш өзгерген жоқ. Көбейткіштер саны бар мына жерде, неше рет. Соны біз жинап жазаламыз. Жаңағы көбейткішті қоямыз да, көбейткіштің қайталанатын санын үстіне жазамыз. Егер осы қайталанатын сан n рет қайталанса көбейткіштер өзара, онда мына жерге n деп жазамыз. Бұл бізде дәреже. Яғни a деп алып тұрғанымыз осындағы. A дегеніміз дәреженің негізі болады. Негізі, ал n дегеніміз ол дәреженің көрсеткіші болады. Сонда дәреженің негізі a, ал дәреженің көрсеткіші n. Шындығында n деген көбейткіштердің қайталанатын саны, неше рет қайталанып тұр, сол санды біз жаңағы негіздің жоғарғы жағына апарып қоямыз. Және осы дәрежені қалай оқимыз? Оны n көрсеткішті a деп атаймыз, немесе n-ші дәрежелі a, немесе a-ның n-ші дәрежесі деп те атай аламыз. Және кез келген санның бірінші дәрежесі, ол сол санның өзіне тең болады. Енді осыны тағы да дәреженің мынандай қасиеттері бар. Егер дәреже негізіндегі сан оң сан болса, көрсеткіші натурал көрсеткіш сан, ол натурал сан болған жағдайда, онда кез келген оң санның натурал көрсеткіші дәрежесі оң сан болады. Егер негізіндегі сан оң сан болып, теріс сан болып, және дәреже көрсеткіші жұп сан болса, онда a-ның n дәрежесі үлкен 0-ден, ол да оң сан болады. Егер a теріс сан, ал дәрежесі тақ сан болса, онда a-ның n-ші дәрежесі теріс сан болады. Яғни кез келген санның натурал дәрежесі ол оң сан болады, оң санның. Ал егер теріс санның жұп дәрежесі болса, ол дәрежеден жұп сан шығады, теріс санның тақ дәрежесінен теріс сан шығады. Бұл бізде дәреженің қасиеттері. Және біз білеміз, бастауыш сыныптан бері қарай осыған дейін біз амалдарды орындағанда ең бірінші қосу азайту амалы, одан кейін көбейту бөлу амалын оқып, одан кейін міне дәреже қосылды. Сол кезде егер бір есепте жақша болмаған жағдайда алдымен қайсы амал орындалады десе, бұрын біз көбейту бөлуді бірінші орындайтымыз. Ал енді бүгінгі таңда бізге дәреже қосылғандықтан ең бірінші дәрежені орындаймыз, одан кейін көбейту бөлуді ретімен, соңында қосу азайту амалдарын орындайтын боламыз. Балалар, біз осы тақырыптың есептерін қарастыратын болайық. Берілген өрнекті біз дәреже түрінде жазу керек болып тұрмыз. Онда дәреже түрінде жазу үшін біз бағана айтқанбыз. Қарасақ, негіз бәрінде бірдей 7-ден 3 қайталанып 4 рет көбейтіліп тұр. Онда біз 7-ден 3-ті жазамыз негізіне. Және 4 рет қайталанғандықтан дәрежеге көрсеткішке 4-ті жазамыз. 7-ден 3-тің 4 дәрежесі. Келесі x-ті де мына жерге тағы бір x-ті қосып қояйын. X 5 рет қайталанып тұр, онда дәреже көрсеткіші 5, негізі x деп жазаламыз. Ары қарай мына есепті ықшамдау керек болса, алдымен негіздері бірдей сандарға қараймыз. Осы жерде 2-лер бар және 13-тер. 2-лерді бірге, 13-терді бірге жазаламыз. Сонда 2 3 рет қайталанғандықтан 2-ның 3 дәрежесіне 13-тің 2 рет қайталанып тұрғандықтан 13-тің квадратын жазып, осылай алғашқы берілген өрнекті ықшамдауға болады. Келесі де дәл солай, минус 3-тен 2 неше рет қайталанса, соны дәреже көрсеткішіне жазамыз. 2 рет қайталанып тұр, және көбейту 5 3 рет қайталанып тұр. Осылай ықшамдауға болады. Ал мына есепте қараңдар. Бұл есепте n қосу m-нің кубы. 3 дәреже болса куб, 2 дәреже болса квадрат деп атай аламыз.
көп болып тұр деген сөз, оны ашып көбейтінді түрінде жазу керек болса, яғни n қосу m деген ол бізде негіз, сол өз-өзіне 3 рет көбейтіліп тұр деп жазамыз. Осы жерде дәрежелер мында 1, мында да 1, мында 1 деген сөз. Яғни бір дәреже әдетте жазылмайды. Ештеме жазылмай тұр деген сөз, ол жерде 1 бар деген сөз. Сонда 3 рет жазылады. Ал балалар, мына үшінші екі есеп қарастырайық. Бұл жерде амалдарды орындау керек, яғни есептеу керек. Асына қараймыз. Асында 2-ден 1-дің 5 дәрежесіне қос 32-ден 29 дейді. Онда 2-ден 1-ді өз-өзіне 5 рет көбейтіп ал деген сөз. Яғни 1-ді өз-өзіне 5 рет көбейтсек, бәрібір 1 болады. Ал 2-ні өз-өзіне 5 рет көбейтсек, 32 болады. Оған қосамыз 32-ден 29-ды. Сонда бөлімдер бірдей болғандықтан біз алымын қоса береміз. Арғарай қысқартамыз 2-ге, сонда 16-дан 15 қалады бұл есептің шешімі. Яғни есеп осымен аяқталады. Келесі есепке қараймыз. Бұл жерде амалдар аралас келіп тұр, бірақ жақша жоқ есеп. Тек дәреже бар, бөлу, көбейту және азайту амалдары бар. Мен мана айтып кеткендей, алдымен есепте бірінші дәрежені орындаймыз, одан кейін бөлу, көбейту, ең соңында азайту амалын орындайтын боламыз, және қосу амалы бар. Сонымен ретімен орындасақ, бұл есепті бірінші дәреже 10-ның кубы, ол бізде 10-ды 3 рет көбейтеміз, өз-өзіне 1000 болады. Азайту, дәреженің бәрін бірінші орындап тастаймыз. 5-тің квадраты ол 25, 5-ті өз-өзіне 2 рет көбейт деген сөз, 5-ке 5-ті көбейтіп жатырмыз. Бөлу 8, қосу 3-тен 2-ні өз-өзіне 5 рет көбейт дейді. Онда алымын 2-ні өз-өзіне 5 рет көбейтсек 32 болады. 3-ті өз-өзіне 5 рет көбейтсек 243 болады. Оған көбейтіп береміз 81-ді. Арғарай енді дәрежесіз кәдімгі қарапайым амалдармен қалды. Енді оны арғарай ретімен орындайтын боламыз. 1000 бізде азайту амалы болғандықтан соңында қалады. 8-ден 25 қосуды қалдырамыз. Осы жерде қысқарту жүріледі. 81 мен 243, 81-ге қысқарады. Мұнда 3 қалады. 3 пен 32 қысқармайды екен. Онда жазам 3-тен 32. Арғарай. Енді осы жерде тұрған жерінен ортақ бөлім беріп үш санға орындауға болады, бірақ ол үлкен сандармен жұмыс жасалады, сондықтан мен барынша осы сандарды кішірейтуге тырысам. 1000 өз қалпында қалсын әзірге. 8 деген 3,8-ден 1 болады, осы сан аралас санға айландырсақ. Мына санды аралас санға айландырсақ 10,3-ден 2 болады. Енді ортақ бөлім беруге болады, себебі жай бөлшектер кішірейді. Мұнда 3 берем, мұнда 8 берем, 3, 8, 24-ге келтіргел жатырмын. Онда 1000-ды да мен 24-ті бар санға келтіріп алғаным дұрыс. 1000-ды кішірейтем 1-ге. Сонда 99,24-тен 24 менде 1000-ды береді. 1-і 24 бөлу 24 болып кетті. Азайту 3,24-тен 3 болады. Қосу 10,24-тен 16 болады. Ал енді осы жерде ретімен орындасақ болады. Бәрін азайтып қосуға болады екен. Онда бүтін бөлігі 99-дан 3-ті азайтамыз, 96. Оған 10-ды көбейтем, 10-ды қосамыз, сонда 106. Енді бөлімі 24 тұра береді. Алымын есептейміз. 24-тен 3-ті азайтамыз, 21. Оған 16-ны қосамыз, 37. Соңғы бөлік әлі де болса бұрыс бөлшек, оны аралас санға айландырамыз. 1 бүтіні кеп 106-ға қосылады, сонда ол 107. 24-ті тұрады да 13 қалады. Бұл есептің соңғы шешімі. 107,24-тен 13 деп қалдырамыз.